Теле2. Айына неше бересіз? 2-3 мың. Вот 39 тенге в день уходит, а 80 минут бесплатных у меня. И как качество у вас? Ничего, неплохо. Устраивает и точку в точку деньги снимает. Я специально проверяла, а то иногда снимут больше. Я укладываюсь, мне хватает 80 минут. Интернетом не пользуетесь? Нет, интернетом не пользуюсь. Активте Теле2 достаймын мен 2 номерде. Айына мысалға кетеді енді бір 4 мың, 5 мың сонда кетіп алды. Кейде одан да көп. Әрқалай ғой мысалға. Интернетке мысалға кіріп қоясың. Жұмыс бабында активті және билайнды қолданамын мен көбіне. Өйткені бізде жаңағы қарым-қатынас жасайтын барлық жаңағы мекемелерде көбіне актив немесе билайн пайдаланып болдым. Соны пайдаланамын. Айына әр кезде әрқалай кейде 5 мың жұмсаймын, кейде 6 мың, 7 мың жұмсаймын. Актив нөмірін қолданамын. Билайнға 3 теңге, 6 теңге дейді, одан артық көп жемеймін. Сол айтамын. Неге бұл оператор көзі таңдадыңыз? Таңдағанымыз негізі астағалы сол активпен кесе ғой көбімізде. Бірақ қазір кесе салым актив қарастырым болды. Басқа абоненттеріне ауысып кетті? Басқа неге ауысқанда олар ауыстым, бірақ анда-санда көбінесе Теле2-мен жүремін кейде. Ол Теле2-да сол несіне қарайды, сөйлескен минутына қарайды аз жейді. Билайн операторы бар. Айына 1000 теңге құям. Қазір Теле2-ге ауыстым. Айына неше бересіз? Теле2-ге ай сайын әрқалай 500 мың сондай кетеді. Мен өзім телефон операторынан Теле2-ны қолданамын. Айына бір 1000 теңге жұмсаймын. Өте тиімді тариф. Хоть билайн, хоть киселный, домашнего звондасам, да, сол, например, 6 теңгеден кетеді. Очень выгодный, например, маған Теле2. И вот Теле2-да мен еще WhatsApp аштым, тоже выгодно WhatsApp. Барлық жерде ұстайды, ешқандай не болып қалмайды, антеннасы шыға береді бұл жерде. И үйде де интернет, тоже интернет Теле2.